Міне сондықтан бұл неке деген қасиетті. Ал енді некесіз кез келген жігіт бір қыздың қолынан ұстап немесе бетінен сүйге хақысы жоқ, харам болады. Ал некелескеннен кейін адал болады. Ал енді некенің шарттары болады. Шарттары, бірінші шарты, екі мынау некелесіп отқан жастар мұсылман болу керек. Ал, бірінші сұрақ саған, мұсылмансың ба? Конечно, мұсылманмын ғой. Ой, мұсылмансың ба деймін саған? Мұсылманмын? Ой, мұсылмансың ба дегенде не де керек? Мұсылманмын деп жауап беру керек. О, ақымақ. Ай, келін, мұсылмансың ба? Мұсылманмын. Ой, мынау да кетіпті ғой. Ой, немен дәлелдейсің мұсылман екеніңді? Молдаке, қалай дәлелдейін? Шешіп көрсет дәлелдейін ба сізге? Астапыралла. Шешіп көрсетейін ба? Көрсет ал. Көрсетсей. Мақұл, сен шешіп көрсет дәлелдейсің ал. Келін қалай дәлелдейді? Шешіп көрсетем алда? Ақымақ. Я ұмытып кеттім ғой, келіңіз. Мұсылмансың ба дегенде әлхамдулилля дейді мұсылман адам. Қалай дәлелдейсің дегенде ла иляха иллалла Мұхаммад расулулла деп айтады. Ақымақ. Дайын емес де бар кетіңдер. Уақытында дайындалып кет. Следующий.